Мынандай сұрақ, мына қатты ауыр жұмыс істейтіндер, жаңа қатты шаршайтын адамдар болады. Мысалы шахтаның жұмыстарын болмаса құрылыста істейтіндер болады күннің өзінде. Осыларға ораза ұстамауға болады деген бола ма сонда? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мынау қазір жаздың аптапты күндерінде әрине ол шахтада істемек, былай тұрсын офиста отырып қиналып отырған адамдар бар. Шариғатымызда Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Әрине адам баласының шама шарқына жетпейтін нәрсені Алла Тағала жүктемеген. Егер шахтада істейтін адамдар қатты жаңағыдай ауыр науқасқа шалдыратын жағдайлар болып жатса, не болмаса аптапты күнде асфальт төсеп, жол төсеп, әуреленіп, ыстыққа шыдай алмай қатты қиналып жатқан адамдар болатын болса. Денсаулыққа қауіпті нәрсе. Иә. Және де мынау ауыр құрылыстарда істеп жатқан адамдар, егер адам былайша айтқанда оны көтере білу үшін, әлгі жұмысты дұрыс атқара білу үшін де күш-жігер қажет. Ал күш-жігер адамның қарны тоқ болмаса, күш-жігер қайдан болсын? Адамның ағзасының жұмыс істеу үшін адам ағзасына әуелі азық керек. Азығы қарны болатын, қарны тоқ адам ол күш-жігер болады, және де жұмысқа да ынталы болады. Мәселе жұмысты алдыға қоюда емес, бұл амал шақ. Яғни ислам шариғатында осындай бір фәтуа бар. Бұл фәтуа, яғни қиын жұмыстарда істейтін адамдар осындай күні ұзын және де аптапты күндерге келетін оразаларда егер қатты қиналатын болса, онда өзге уақыттарда орнын толықтырсын дейді. Бұл енді жаңағындай менің жұмысым осындай екен, екінің бірі осыны сылтауратып кетті. Ол үшін екінің бірі бұл жеке адамдарға берілетін фәтуа. Яғни жалпыға жар салатын фәтуа бір емес. Неліктен? Себебі бұны айтқаннан кейін бұны естіген елдің құлағы елең етпей тұрмайды. Себебі ол болмасын нәрсенің өзіне қиын санағысы келе бастайды. Әрине адам бұл айда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда хадисында Рамазан келген кезде шайтандар шынжырланады дейді. Шайтандар шынжырланғанменен қарын тоқ адам Абай Хакимнің сөзіндегі сияқты қарын тоқтық, қайғы жоқтық аздырар адам боласын дейді. Бұл нәпсі жұмысын істейді. Нәпсі адамды азғырады, нәпсі адамды жамандыққа да жетелеуге жеткілікті. Сол үшін жұмысы жеңіл болса да, аптапты күннің астында жұмыс жасап жатпаса да, не болмаса жаңағы құрылыста жаңағы аптапты күннің астында асфальт төсеп жатпаса да, елдің кейбіреулері өзіне оңай болғанда ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келетін адамдар бар. Сол үшін бұл жалпыға берілетін фәтуа емес, жеке дара адамдарға, әлгі жаңағы құрылыста бұны шектеп айтып жатқан себебіміз бар. Бұған адам қиналғандығы үшін осындай фәтуа беріледі исламда. Ал егер офиста, көлеңкі жерде, салқындатқыштың жанында отырған адам бұны міндетті түрде ұстау керек. Егер науқас болмаса, бұл Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінде келтірген. Егер әйел кісі болса, жүкті болмаса, не болмаса, емізулі болмаса, жаңағы әйелдерге тән қасиет күндерінде болмаса, өзге күндерде күллі момын мұсылман баласына жаңағы ораза ұстауы міндетті саналады. Себебі алдыңғы үмметке парыз етілгені сияқты, үмметі Мұхаммедке де ораза парыз етілген. Яғни бұнда денсаулыққа зиян келетін ерекше қауіпқа төнген жағдайда. Әрине, бұны ерекшелеп жан-жанын шегелеп отырып қадағалап отырған себебіміз, жаңағы асфальт төсеп қиналып жатқандары бар. Жолдас балам осы жақында мынандай бір сұрақ қойды, оны осындағы білімді азаматтар мұның ақылдасып, бұл қалай болады деген ойды барлығымыз ақылдасып отырған ек. Сондағы
көпшіліктің айтқан ой пікірі, бұл шариғатымыздағы бар фатуа, амал шақ, яғни өте қиын кездегі Рамазанның күндері ұзын, жаңағы күннің көзі әжептәуір уақытқа созылып, аптапты күндерге келген оразаларда құрылыс саласындағы істеп жатып, қиналып жатқан, не болмаса жаңағы асфальт төсеп қиналған адамдар болмаса, өзгесінің ораза ұстауы керек. Ал мына кісілерге не үшін жеңілдік болып жатыр? Бұл себебі олардың денсаулығы үшін. Адам бір нәрседе бір ауруға шалдығатта, ол ауру одан кейінгі өмірінде оған көптеген жаңағы азар беретін жағдайлар туындайды. Сол үшін бұндай денсаулық сақтаудың өзі де шариғатымызда парыз айын, яғни міндетті түрде сақталу керек. Әбден барлық нәрсені өткізіп барып, өлейін деп жатқанда қамдану мәселесі емес. Адам ауырмайтын, ауырып дәрі іздегенше, қазақта бекерге айтпайды. Ауырып дәрі іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Жақсы түсінікті.